Биоалуан түрлілік және экожүйе тұрақтылығы арасындағы байланыс өте тығыз. Бұл экологияның ең іргелі әрі маңызды заңдылықтарының бірі. Экожүйедегі түрлердің алуан түрлілігі оның қорғаныс қалқаны іспеттес. Бұл тығыз байланыстың негізгі себептері мыналар. Экологиялық қайталану, орын басушылық, биоалуан түрлілігі жоғары ортада бірдей немесе ұқсас қызмет атқаратын бірнеше түр кездеседі. Егер қандай да бір себептермен ауру немесе табиғи апат салдарынан бір түрдің саны азайып кетсе, оның экожүйедегі рөлін, мысалы, тозаңдату немесе органикалық заттарды ыдырату, басқа түр өз мойнына алады. Қоректік тордың күрделілігі, түрлер көп болған сайын қоректік байланыстар да күрделене түседі. Бұл жүйені тұрақты етеді, өйткені бір қорек көзі жойылса, организмдер басқа балама қорек түрлеріне ауыса алады. Стресске төзімділік, алуан түрлілікке бай экожүйелер климаттың күрт өзгеруіне, құрғақшылыққа немесе зиянкестердің шабуылына әлдеқайда төзімді келеді. Мысалы, табиғи аралас ормандардың ауруларға қарсы тұру және қалпына келу қабілеті адам қолдан отырғызған монокультуралық бір ғана ағаш түрінен тұратын ормандарға қарағанда әлдеқайда жоғары. Ресурстарды тиімді игеру, түрлі организмдер орта ресурстарын жарық, ылғал, қоректік заттар әр түрлі деңгейде және түрлі тәсілдермен пайдаланады. Мәселен, өсімдіктердің тамыр жүйелерінің әр түрлі тереңдікте орналасуы бәсекелестікті азайтып, экожүйенің жалпы өнімділігін арттырады.